Assalamu alaikum, қайырлы таң, құрметті достар. Ал таңертең мынандай жағдай болып тұр екен. Бұл сиырне іш тұтап кетті ма? Іш тұтап кеткен сияқты. Үлкен сиыр еді, жақсы сиыр. Кешқұрым мына жаздық қораға, шөп қораға қойып едік. Қораға алып келсем, мынандай болып тұр. Іш тұтап кеткен сияқты. Қазір күн жарық болған соң барып көрем, іздеп көрем бұзауын. Қалғандары бәрі аман. Былтыр мына сиыр осындай болып еді. Биыл бұл сиыр жақсы. Қалғандары аман. Білмедім не болған. Сіздерде осындай жағдай болған ба? Бөлсіңіздер, не себептен бұл іш тастады? Біздер күніне 2 мезгіл әлге дейін сауып жатырмыз. Мүмкін содан ба екен? Іш жерінде ешқандай сүзілген орын жоқ. Тұраңыз мен, іш жері сүзілмеген. Бір сүзіп сүзгеннен ауырып іш тастап кетті дейтін ешқандай ештеңе жоқ мінекей. Мен бір ойым, бұны көп уақыт сауғаннан деп ойлаймын. Ана бұзау дамымай қалды ма, бұзауға дұрыс сүт бармай қалды ма. Енді бір мезгілге көшіреміз ау, бұл сауынды болмайды. Бұндай оған обал. Байынша сиыр арық емес, бидайын беріп жатырмыз. Мен ойланып тұрым, не болды бұғана? Мынау уже тоқтатты не? Мынау тоқтатты бұны. Мүлден сауып жатқан жоқпыз. Сосын мынаны, үшеу. Мүлден сауып жатқан жоқпыз, ана қараңызға. Қалғандарын 2 мезгіл сауып жатыр. Бүгін уже қазанның 25-і, 26-сы ма? 26-сы бүгін аға. Қарашағың бірінен бастап сиырды 1 мезгілге өткіземіз деп ойлап отыр едік. Жаман ертерек тоқтатамыз ау, болмайды ғой. Күйлері жақсы, далада жүреді. Кешқұрым жемін, шөбін береміз. Өрістен келген соң далаға тастаймыз. Арық емес сиырлар. Қараңыз, 2 мезгіл сауылса да сиырлардың жағдайлары қараңыз қандай. Сиырлар арық емес. Мына сиыр ғой іш тастаған. Бұны біздер сауып жатырық. Неге десеңіз, әлге дейін сүтін беріп отыр бұл. Егер сүтін хотя бы бір тоқтатқанда, әрине бұны саумаймыз. Бірден тоқтатамыз. Мына сиыр, мынаның қызы. Ол бірден тоқтатты. Азайған бойдан уже біздер саумай қойдық. Белгілі ғой енді. Қараңыз, сарыпай уже өзгеріп келе жатыр да. Белгілі бұл. Жаңа жылдың наурызға дейін бұзаулау керек. Мынау да тоқтатып тастады. Оны да саумаймыз, бұл да тоқтатып тастады. Сондай порода сиыр бұл. Семірмейді. Жақсы сиыр бұл да. Мынау әлі беріп отыр.
2 мезгіл сауып жатыр. Мынаны 2 мезгіл бұл сүттерін беріп жатыр. Өзі сүт алып бастаған сиыр белгілі болады. Азаяды бірінші, сосын мүлден тоқтатып тастайды. Бермей қояды просто. Бір сиырлар бар, до конца береді, ізінен бұзаулайын дегенше береді. Мына сиыр. Осы қашан былтыр емес, алдыңғы жылы прям бұзаула тоқтаттық. Тоқтатқаннан кейін 10 күннен кейін бұзаулады. Жазда кеш бұзаулады бұл. Сондай сиырлар бар. Сүт қазір азайды әрине. Қазір бұзауларды шығарып тастаймыз далаға. Бәрін біргелікті айдаймыз. Жарайды, достар, комментарийге жазыңыздар. Опыттарыңыздан бөліңіздер, өтініш. Не себептен бұндай болатын? Қош сау, аман болыңыздар.